Сәлеметсіздер ме балалар? Біз сіздермен енді өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау туралы қарастырайық. Жалпы өсімдіктер мен жануарлар дүниесін, яғни тірі ағзаларды қорғау ол ежелден келе жатқан дәстүр. 20 ғасырда ол тіпті жоспарлы тұрақты түрде белең алды деп айтсақ болады. Себебі 1948 жылы Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен табиғат пен табиғат ресурстарын қорғаудың халықаралық одағы құрылған. Ал 1971 жылы ЮНЕСКО-ның шешімімен адам және биосфера бағдарламалары жүзеге асты. Жалпы ЮНЕСКО бағдарламаларының негізгісі бұл биосфералық қорықтар деп айтсақ болады. Ал бұл бағдарламалардың негізгі мақсаты ол табиғи орта, табиғи ресурстарды адам шаруашылық әрекетінен қорғау шараларын ұйымдастыру болып табылады. Ал енді өсімдіктер мен жануарларды қорғалатын кезде біз жалпы қорғалатын аумақтар деп қарастырсақ болады, немесе жаңағы биосфералық қорықтар деп айтуға болады, қорғалатын аумақтар деп айтайық. Немесе балалар біз оларды ерекше деп атап өтсек те болады. Ерекше қорғалатын аумақтар. Сонымен оларға не жатады екен? Бірінші ерекше қорғалатын аумақтарға балалар біз қорықтарды жатқыза аламыз. Жалпы жер шарының 4 миллион километр квадрат жерін қорықтар алып жатыр екен. Ал қорық дегеніміз не? Қорық дегеніміз адам аяғы баспаған табиғи ландшафт эталоны. Яғни табиғатты табиғи күйінде көргіңіз келсе, ол қорық екен. Жалпы бұл жерде тек ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізуге болады, ал біздің елімізде, яғни Қазақстан Республикасында деп айтайын, 10 ірі қорық бар екен. Біз оларды білеміз деп ойлаймын, сонда да атап өтейік. Ол Ақсу-Жабағылы қорығы, Алматы қорығы, Наурызым қорығы, Үстірт қорығы, Барсакелмес, Қорғалжын қорығы, аумағы өте үлкен. Батыс Алтай қорығы, Алакөл қорығы, Марқакөл қорығы және ең кеш құрылған 2004 жылы құрылған жаңа қорық Қаратау қорығы. Яғни бұл 10 қорықта адам аяғы баспайтын, тек ғылыми зерттеу жұмыстары жүретін табиғи ландшафт эталоны екен. Екінші қорғалатын, ерекше қорғалатын аумақтарға балалар біз табиғи ескерткіштерді жатқыза аламыз. Табиғи ескерткіштер. Олардың табиғи ескерткіштер ғылыми, тарихи және мәдени, эстетикалық табиғи нысандар болып табылады. Ал енді бұған мысал келтіретін болсақ, мысал өз елімізде Шарын каньонын айтуға болады, Әнші құм, Жұмбақ тас сияқты табиғи ескерткіштерді мысал етіп айтуға болады. Яғни ешқандай антропогеннің әсерінсіз табиғи пайда болған ескерткіштер. Үшінші ерекше қорғалатын аумақ балалар, ол қорықшалар. Олар жаңағы уақытша қорғауға алынған аймақтар болып табылады және олардың түрлері өте көп. Мысалы, ботаникалық қорықша болуы мүмкін, зоологиялық болуы мүмкін. Яғни жануарларды қорғау мақсатында. Немесе геологиялық, ландшафттық тағы басқа арғарай кете береді деген сөз. Жалпы біздің елімізде осындай 50 қорықша бар екен. Бұл біздің елімізде қарастырылады. Енді төртінші ол ұлттық табиғи саябақтар. Бұл қорықтан, бұл саябақтардың ерекшелігі неде? Табиғатты қорғауға, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге мәдени демалыс орындары болып табылады екен. Ал енді осы ұлттық саябақ балалар дүние жүзі бойынша 1872 жылы Америка Құрама штатында Йеллоустоун паркі ашылған екен, ұлттық саябағы. Ол сол жердегі гейзерлерді қорғау мақсатында ашылған, ал біздің елімізде көптеген ұлттық саябақта бар. Оның атап өтетін болсақ,
Қарқаралы, Баянауыл, Іле Алатауы, Көкшетау, Бурабай сияқты ұлттық саябақтарды айтуға болады. Жалпы ондай біздің елімізде 12 ұлттық саябақ бар деп қарастырылады екен. Енді өсімдіктер мен жануарлар әлемін қорғау мақсатында осындай ерекше қорғалатын аумақтар бар екен. Мысалы, жаңа біз айтып атқан қорықтарда өсімдіктер, жануарлар қорғалады. Ал енді жоғалып бара жатқан, саны азайып бара жатқан өсімдіктер мен жануарларды қорғау үшін қызыл кітап енгізілген. Жалпы қызыл кітап ең алғаш 1978 жылы құрылған екен. Қазір оны 4 рет қайталап шығарған екен. Ең соңғысы 2010 жылы шығарылған. Жалпы өсімдіктерге тоқталатын болсақ, өсімдіктердің біздің елімізде, Қазақстан Республикасы туралы айтып жатырмыз біз, өсімдіктердің 83,5% балалар ол шөптесін өсімдіктер екен. Ал 15,3% балалар бұлар бұталар екен. Және 1,2% бұл ағаштар болып табылады екен. Бұл өсімдіктердің түрі. Ал енді осы өсімдіктердің ішінде балалар 730 түрі эндемик екен. Эндемик деген терминді түсіндіріп кетейік. Эндемик дегеніміз тек сол жерге ғана тән деген сөз. Мысалы, біз сіздермен Австралия материгінің эндемиктер материк екенін білеміз, Сол сияқты 730 өсімдіктің түрі Қазақстанның эндемик өсімдіктері екен. Яғни тек біздің жерде ғана өседі деген сөз, Ал енді жануарлардан, оларды біз екіге бөлеміз. Омыртқалылар, олардың саны балалар 125 және омыртқасыз олар 96 дейді. Енді оларға жаңағы сүтқоректілерді, құстар, жалпы жануарларға, бауырымен жорғалаушылар, балық, қосмекендердің бәрін жатқызуға болады екен. Сонымен жалпы өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау мақсатында тек қана ерекше қорғалатын аумақтар, немесе қорық, ұлттық саябақта емес, немесе қызыл кітапта емес, оларды қорғау ол жеткіліксіз. Әр адамзат экологиялық сауатты болу керек. Сондықтан экологиялық білім мен тәрбие негізі үздіксіз қалыптасуы керек деп ойлаймын. Бүгінгі тақырып түсінікті деп ойлаймын. Жалпы өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғау туралы болды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.